Ақтөбе, Орал жүргізушілері бақытты десек болады шығар. Өйткені Алматының өзінде жоқ кейбір топ-майлар көп ПЗМ'дерді. Орал мен Ақтөбеге жібердік. Тек қана екі қалада бір точкеден Instagram, TikTok-тарын белгілеп кетем. Неге олай айтып жатырмын десеңіз, кеше біздің автоэлектрикке бір кісі келген, сол біздегі майлардың сапасын түсінген енді. Олар біз сияқты анализбен емес, құйып барып түсінген ғой енді. Сол айтып жатыр дейді, мен майды Алматыдан алмастырмаймын, сырт жақта қала бар, сол жаққа барып алмастырамын деп. Неге десе, өйткені Алматыда мына май жоқ деп айтады дейді. Әй, мына май бізде бар, бізге сурет жіберіп жатыр, мына май бар ма сендерде? Бар ғой десек, осы майды үшін басқа қалаға барып ауыстырып жүр екен. Өйткені неге басқа қалаға барып ауыстырады? Сапасын түсінгеннен кейін. Әрбір құйған адам сапасын түсінеді. Орал, Ақтөбе, өзім жауап берем, ояқтағы жігіттерге сенімдімін. Дым ойланбай, қандай 5.30 болсын, 5.40, 0.20, осы мен айтқан топ майларға өтсеңіздер, өкінбейсіздер, рахметтеріңізді айтып, комментарияларға жазып кетесіздер. Бізге сіздерден көп нәрсе керек емес, алғыстарыңызды білдіріп отырсаңыздар болды. Біз сол үшін жұмыс жасап отырмыз. Өз пікірлеріңізді білдіріп, құйғаннан кейін рахметтеріңізді айтып отырсаңыздар, соның өзі бізге жеткілікті. Ең бастысы сапалы май құйып, қозғалтқыштың ресурсын ұзарту біздің басты мақсатымыз. Тамшыдай болса да Қазақстанның экономикасына әсер еткіміз келеді.